желісі бойынша Еркебай Таяқшалар театры. Ерте заманда хайуандар жылдың басы болуға таласыпты. Сонда жыл қайтыпты. Мен алысты жақын қыламын, адамдар менің сүтімді ішеді, күшімді көреді. Менің адамға пайдам зор, қылымнан арқан еседі. Жол басы болуға мен лайықтымын. Түйе айтады. Сен адамдарға қызмет қылсаң, арпа шөбін үшін құл болдым. Міне мен ауыр жүк көтеріп, алыс сапарға шығамын. Арпа сұлы сұрамаймын. Көде болса көде, жусан болса жусан. Не кез келеді, соны қорек етемін. Жыл басы болуға мен лайықтымын. Сиыр айтады. Адам егін ексе менімен егеді, етімді жейді, сүтімді ішеді, құрт май алады. Жыл басы болуға мен лайықтымын. Ит айтады. Жыл басы болуға мен лайықтымын. Не болмаса сендерді адамдар ұрлап кетер еді. Не болмаса қасқыр жеп тауысар еді. Дұшпан көрінсе, үріп елге хабар беремін. Жыл басы мен боламын. Қой айтады. Мен болмасам, киіз үйді немен жабар едіңдер? Жүнімнен киіз басып киім тігеді. Жабағымнан арқан еседі. Сүтімнен құрт май алады. Жыл басы болуға мен лайықтымын. Тауық айтады. Мен болмасам, адамдар ертең тұрмай ұйықтап қалар еді. Мен тағы аты деп хабар беремін. Кеш болса жатар уақыт келді деп тағы хабар беремін. Жыл басы болуға мен лайықтымын. Тышқан не айтарын білмей тұрады да, бір түрлі қолы ойлап, жиылған көпке айтады. Шик. Бұл таластан ешнәрсе өнбес. Кімді қарап тұрайық та, кім бірінші көрсе, сол жыл басы болсын. Шик. Өзгелері қарап тұрғанда, түйе бойына сеніп, Менен бұрын кім көреді? деп шуылдасып ұйқыға кетеді. Біраздан соң тышқан жорғалап түйенің өркешіне шығады да, Алақай, күн шықты. Мен жыл басы болдым. содан бері тышқан жыл басы болыпты. Yeah.